Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Кеш жарық. Мен деген бүгін күшті болып, настроение күшті. Жайдарманға бара жатырмыз. Конгресс холлға бара жатырмыз. Бір ат төшек күлгім кеп тұр бүгін сол. Концертке, театрға билет ала алмай қалдым. Сол жайдарманға бара жатырмыз. Көңіл күйіміз күшті. Қазір түсіретін боламын. Конгресс холлға кеп қалдық. Вау, мен жолай тайғанақ. Мәссаған. Күшті осындай концерттерге, жайдарман, театрға бармаған қатты ұнайды. Өз-өзіме қуанып келе жатырмын билет алғаныма. Кейде жұмыс, кейбен тіршілікпен осындай нәрселерді ұмытып кетеміз. Кеп қалдық, ішке кіріп обязательно осылай фотоға түсіп алдық. Іші осындай әдемі, күшті жарқырап тұр. Осындай өнер ордасын, осындай жерлерді жақсы көрем. Жайдарман енді күшті. Бұрын телевизорден көретін едік осы адамдарды. Енді жайдарманның ішінде көретін болдым, театрдың, конгресс холлдың ішінде. Етіп өзім осылай видеоға түсіп алдым. Көңіл күйім тамаша. Енді мына жерде музыкалар болғандықтан видеоға түсірмеңдер деді. Біз ерте кеп қойған жоқпыз. Уақытында келдік, просто адамдар кеш жиналып жатыр. Сонымен біз кіріп алдыңғы қатарға, 4-ші қатарға, 3-ші қатарға отырып алдық. Мінекей басталып жатыр. Мен таң қалдым. Есен ағаны бұрын телевизорден көреміз, кішкентай кезімізден осы КВН-дігі көреміз ғой. Жайдарман, әзіл-әлемін. Осы КВН-ді көрген кезде Есен ағаны кәдімгі барып живой көрем деп ойламаппын. Үлгірмедік фотоға түсуге, өйткені біз осы жерде болған жюрилармен фотоға түсеміз деп жүгіріп кеткенде бұл кісі уже басқа жақтан басқа кісілермен фотоға түсу уже кетіп бара жатыр екен, үлгірмей қалды. Енді келесі жолы барам. Жайдарман өте қызықты болды, күшті болды. Бұрын телевизорден көріп, тарқылдап күліп отыратын едік. Тура алдында отырып көрдім ғой. Билет алғанда да алдыңғы қатар болды. Алдыңғы қатардан барлығы күшті көрінді. Бұрынғы ойнап кеткен үлкен КВНщиктар келді. Әше қызықты болды. Үнемі келіп тұру керек екен. Осындай жайдарман өте қызық. Әдемі болды. Достар, осындай театрға, жайдарманға, КВН концерттерге барып тұрыңыздар. Көңілге керемет көтеріледі, күшті. Неге осы кісілерді тоже телевизорден көретін жақыннан көрдік. Өзім қуаныштымын ғой. Осындай марапаттармен марапаттап, күшті эмоцияда болдық. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Біз үйге қайтып келе жатырмыз. Сау болыңыздар.